Ассалаумағалейкум достар. YouTube әлемдегі ең таңдаулы видео хостинг. Көпшілік адамдар бұл жерде неше түрлі әзілдерді немесе клиптер мен киноларды қарап жатады. Бірақ жақсылықпен қатар жамандықта қатар жүреді емес пе? Сіздермен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге топ 3 YouTube'дағы ең қорқынышты немесе ең біртүрлі YouTube каналдарды көрсететін боламын. YouTube'дағы біртүрлі каналдар. Бірінші, Сиряк. Сиряк Британиядағы профессионалды аниматор. Ол Photoshop және After Effects'ті қолданады. YouTube'да 2006 жылдан бері жүр. Бірақ соған қарамастан, оның каналындағы видеолардың саны тіпті 100-ге де жетпейді. Жоғарыда айтылған программалардың арқасында Сиряк бірнеше жарнамаларды өз қолымен жасап шықты. Бірақ өз YouTube каналына ол қорқынышты әрі біртүрлі видеоларды салады. Оның көпшілік видеолары әдеттегідей қарапайым басталады, ал кейін бәрі теріс жаққа қарай өзгереді. Мысалы міне, сиырлар жайылып, ал мысықтар мияулап жүр, ал кейін бұл екеуі де біртүрлі эволюцияланады. Айтпақшы, оның видеолары өте танымал. Алдыңғы жолға айтқан мысықтың мияулағандағы видеосы 100 миллион қаралымға ие. Ал арнасында 2 миллион жазылушысы бар. Мен сіздерге бір видеосынан үзінді көрсетейін, бірақ ол сіздерге ұнай ма, ұнамай ма, білмеймін. YouTube'дағы қорқынышты және біртүрлі каналдар. Екінші, WebDriver Torso. WebDriver Torso өз жұмысын 2013 жыл бастаған. Канал авторы белгісіз. 2019 жылға дейін канал әр минут сайын белгісіз шыңылдаған дауыстармен қатар көк және қызыл текшелердің орын алмастыру видеоларын салып отыратын. Бұл каналға арналған көптеген теориялар бар. Біреулер мұны өзге ғаламшарлықтардың сигналы десе, енді біреулері тыңшылық мақсатта қолданылатын арнайы белгілер дейді. Және мұндай видеолар көп, өте көп. Айтпақшы, осыған ұқсас тағы 3 канал бар. Олар WebDriver YPP, Екатерина Басик және WebDriver IVPE. Каналдағы видеолар саны өте көп. WebDriver Torso 624.774 видео, WebDriver YPP 590.558 видео, Екатерина Басик 508.737 видео, WebDriver IVPE 614.120 видео. YouTube'дағы қорқынышты әрі біртүрлі каналдар. Үшінші, Seinfeld Speedstein. Seinfeld Speedstein өзінің біртүрлі анимациялармен танымал. Өз басым, бұл мультфильмдерді балаларға көруге болмайды дер едім. Себебі бұл анимациялардың сапасыздығы әрі агрессивті жақтары балаларға өте зиян екендігін аңғартып тұр. Нақтырақ айтсақ, балалардың психологиясына кері әсерін тигізетіні анық. Егер жүрегінде түгі бар адам болсаңыз, онда қарап көріңіз. Видеоларын тек 16 жасқа толғандарға ғана көруге рұқсат деп айтар едім. Мен сіздерге бұл каналдан бір видеоның үзіндісін көрсеткім келіп тұр, бірақ YouTube заңы бойынша бұған тыйым салынған. Сондықтан да өздеріңіз көргендеріңіз абзал. Достар, осымен видеоның соңына да келдік. Әрдайым өз балаларыңызға, інілеріңізге, қарындастарыңызға қарайлап, олардың қандай затты қарап жүргенін қадағалаңыз. Сіздермен бірге болған дұрыс қадам арнасы, сенің әр қадамың маңызды.